Бүгінгі цифрлық заманда сақтық шараларын ұстанбасаңыз, интернет алаяқтар миллиондаған теңге шығын келтіруі мүмкін. Осындай фактілердің алдын алу мақсатында солтүстік қазақстандық полицейлер ұйымдар мен кәсіпорындардың ұжымдарымен кездесулер өткізуде. Осындай кезекті профилактикалық кездесу Петропавл қаласының нөмірі 1 гимназиясында өтті. 2 полиция бөлімінің бастығы Талғат Смағұлов ұстаздар қауымына алаяқтардың жиі қолданатын тәсілдерін айтып, банктерден шалынатын жалған қоңырауларға сенбеуге шақырды. Тіпті қылмыскерлер кей кездері өздерін құқық қорғау органдарының қызметкерлеріміз деп таныстыруы мүмкін. Одну женщину держали 4 часа на телефоне, не отпускали. То же самое, как у вас, Татьяна Михайловна. Идите в банк, никому ничего не говорите, мы ведем спецоперацию по поимке сотрудников банка. Сіздің шотыңызға қауіп төніп тұр. Әлде біреулер ақшанызды алғалы жатыр деп жәбірленушіні сендіреді. Бұны болдырмас үшін несие алып, ақшаны қажетті шотқа жіберуді сұрайды. Алаяқтар бұл шоттан ақшаны оңай шешіп алады. Мынадай бір қағиданы естен шығармау қажет. Полиция қызметкерлері адамнан тек арнайы шақырту алғаннан кейін ғана жауап ала алады. Ал банк қызметкерлері адамнан қандай да бір қаржылық операциялар жасауын талап етуге құқығы жоқ. Ұстаздардың сөзінше, кейбіріне алаяқтар осындай ұсыныстармен хабарласқан. Я говорю, хорошо, присылайте мне повестку. Я приду к своему, потом он начинает, какую повестку, все такое, в смысле, говорю, какую повестку? Вы же хотите от меня сведения какие-то получить? Либо присылайте ко мне участкового, либо говорите, куда я должна сейчас подойти. Я в Астане нахожусь. Сондай-ақ тәртіп сақшылары жеке басқа қатысты құпия мәліметтерді ешкімге айтпау және жібермеу туралы айтты. Интернет кеңістігінде сауда жасаған уақытта күмәнді ұсыныстарға алдын ала төлем жасамаған абзал. Мы довели информацию необходимую. Осы кездесуде қажетті ақпаратты айтып, бейнематериалдар көрсеттік. Уақыт өткен сайын алаяқтардың жаңа айла әдістері пайда болуда. Осыған байланысты осындай ауқымды кездесулерді мектептерде және басқа да мекемелерде өткізіп жатырмыз. Ешқашан асығыс шешім қабылдамай келіп түскен ақпаратты ресми дерек көздерден тексерген жөн. Қаскөйлердің әрекеттері саналуан, мақсаты бір. Адамның жеке мәліметтерін иемденіп, ақшасын қолды ету. Разные формы были представлены, какие машины. Алаяқтардың түрлі әрекеттері жайлы естіп білдік. Олардың жаңа әдістермен таныстық. Осындай дәрістер мен кездесулердің арқасында алаяқтарға құрбан болмаймыз деген сенімдеміз. Жыл басынан облыс бойынша барлығы 182 интернет алаяқтық тіркелген. Өткен жылдың осы кезеңінде осындай 214 қылмыс жасалған. Яғни өңірде қылмыстың бұл түрінің төмендеуі байқалады. Бұл адамдардың сауаттылығының артуы және полицейлердің жүргізетін жоспарлы профилактикалық жұмысының нәтижесі. Майгүл Сейлібек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.